Әлет бергеш та, әлет бергеш. Әлет саған бір, короче, бір ұсыныс бар, челленджі. Короче, әлет қарасай мына не бар емес, шкаф бар емес па? Осының ішіне сен 24 сағат бойы өмір сүрсең, мен саған 24 мың теңге беремін. Әр сағат сайын 1000 теңгеден қосылып тұрады. Короче. Бесплатно, халявная деньги. Давай, Айдош. Короче, мен саған 5 минут беремін, керек заттардың бәрін алсай. Бір күннің ішінде ешқандай да шығуға алмайды, тамақ жей де алмайсың, короче. Все такое. Давай мен сені күтем. 5 минут кетті ал. Барсақ керек заттарды бәрін ал. Иә болады. Аяғын ашып түспесе болды. Ал давай. Так, көрпеше. Достар төсемейсің ба не? Үйге кірген кезде төсеймін. Ох. Ё-моё. Үйге кірген кезде мына үйің болып кетті ме уже? Давай енді керек заттарыңды. Бара тамақ болмаға кесе бар. Ух, ё-моё, канкаға не заттар алдым? Кола, сосын ішінде не бар тағы? Чипсы и құрт. Чипсы. Құрт. Ух, ё-моё, дайындалдым. Телефон бәрін алып алдың ба? Телефон бәрін алып алдың ба? Телефон фишка басты. Бақы бір шанс берем, бара кесе бар телефон. Давай, бол. Бір-ақ минутың ал, давай, бол, Айдош. Бір-ақ минутың ал. Давай, болды. Ух, ё-моё, в последний секунда үлгердің ғой, Айдош. Қане ол, пауэрбанк бар? Датасы зарядтелмеген екен. Ну ничего. Пауэрбанкпен телефон алып алды. Болды, 24 сағатқа дайынсың ба? Иә. Болды, Айдошқа мен осындай бір күшті челлендж істеп жатырмын. Айдош мәз өзі. Кстати, достар, алдыңғы видеода бар емес па? Әділет пен Нұрдәулеттің арасында кім күш жасалып дегенге голостармен санап полностью санап шықтым. Әділет кім ұтты деп ойлайсың? Мен. Жоқ. Әділетті 72 очко. Ал менде целый 90 очко, достар. 24 сағат өтіп кетті. Сол үшін мен ұттым. Достар, мен ұттым, короче, 90 очко. Мен 90 коммент жинағым 24 сағаттың ішінде Нұрдәулет деген комменттің арасында. Ал Әділет деген коммент, ал 72 штук. Мен ұттым, Айдош. Давай ма 10 мың теңге гани, короче. 10 сағат өтсін сосын беремін. Мақыл. Ал Айдош не істеп жатыр екен? Арада 1 сағат өтті. Айдош ішің піспей қалды ма? Кола ішіп отырсың ба, рахаттанып? Тепловый не үшін тұр, Айдош? Өзің светтен Сықтап жүреді екен. отражать етейін дедің ба? Мә ыстықпайын не? Қайта қазір күн салқын алдындағы деміз, еще телевизор ашық тұр. Телевизор қойып жатсам болады, Айдош? Достар, Айдошқа осындай бір күшті олимпиаданың волейболын қосып бердім. Словения мен Польша ойнап отыр екен. Айдош, саған ұнай ма сол? Көріп отыр, короче, соны. Мәз болып. Не мешайте. Не мешайте? Жауып қойын ба не? Ұқтайсың ба? Мақыл. Айдош, түнде бір өзі қорқпайсың ба насетте? Қорқпайсың, е? Жарайды, онда саған сәттілік. Онда азанда кездесеміз, сен сыртқа шығып кетпе мақұл? Талады түн ғой, достар. Емес екен. Қатты клаустрофобпын. Яқта қорқатын. Кейбір адамдар бар, осындай узкий помещениеде қорқатын адамдар бар. Айдош, сен қорқпайсың ба? Ашкеде көрпеше төсеп қойдым осы че, осы жерде жатсаң да болады, бұл вообще узкий болады. Қонақтар соға апарып тастайыншы. Жой, тұра берсін. Апарып тастайыншы. Қайта аламайсың ғой сен? Точно апарып тастайын ба? Нашітке ма? Иә. Мақұл. Кішкене болсын көмектесін саған. Короче, 2 сағат өтті, достар, уже. 2 сағат десендік счетында Айдош 2000 теңге жиналып тұр. На Каспий скиньте, я хочу. Өйбейсің, челлендж аяқтауың керек қой. 24 сағат өтпесе сен ұлтамайсың. 24 сағат болуың керексің. Бәлені. Мен 1 сағат отырып 1000 теңге аламын деп ойлап алсам. Жоғай, болмайды. Полностью 24 сағат отырсаң ғана ақшаң беріледі, отпасаң берілмейді. Давай сонда. Давай, Айдош, сәттілік, қайырлы түн саған. Пока, азанда кездесеміз, е? Ал достар, уже қараңғы болып шаршап кетеді екенсің. Шкафта отыра бердім. Қысылысып отырды екенсің. Бірақ никто не мешает. Сол плюсы. Достар, мен Әділетке кішігірім пранк істегім келіп тұр. Күмән бар емес, қап-қара неше матаның үстіме жауып алам. Деп барам қазір көресіздер, достар. Тамашалаңыздар. Ал достар, уже сағат 1 ма 2 ма болды. Мен ұйқым келіп отыр, бірақ қайнақта бір дауыстар шығып отыр. Бірәл тағы азандаймын ба? Дауыстар. Дауыстар жоқ па? Ешкім жоқ. Вентилятор ма? Йо, вентилятор екен. Ешкім жоқ. Бірақ
Қандай дауыс? Қорқынышты екен достар. Шкафта 24 сағат болмақ қойыңыздар. Мәсі бөлін, да? Еба! Қорқытты ма? Қорқынышты болды ма? Қорқпа. Асалып қалың ма, Әдіш? Нәмәлі болды ма? Болды, ұқта, Әдіш. Мен кеттім, ұқтайым. Азанға удачи шығып қойма тағы мақал, камера қойма, короче. Давай, короче, пока. Альвидарчи. Лунатик болып шығып кетсем не болады? Лунатик болып? Ұтыласың? Бақсы онда. Надеюсь, лунатик болмайсың. Ұқта сол үшін. Пока. Бай-бай. Достар, қызымыз әлі ұқтап отыр. Әдөш, азан болды, тұр. Әдөш. Стап кеткен сөзін ашып қойған ау деймі? Тұр, Әдөш болды, азан болды. Қазір сағат 10 ба? Азан сағат 10 болды, короче. Жатқанына осы 24 сағат, 24 емес, 13 сағат болды. Сағат 9-а басат қойдың челленджі. 13 сағат болды. Тағы да 11 сағат шыдасаң, мен саған 24-ін берім. Әлі сен шыдамасаң, тогда ештеңе жоқ. Короче. Тұрып, тамақ жеңіші болсай, бар, Әдеш, кухня бар. Әдет, мен саған, короче, бір челлендж істеген кеп тұр. Қандай? Короче, сен осы жерде тұрып, нашке жүруің керек. Нашке келуің керек, короче, жерді баспай. Аяғым қойын қолым. Жерді баспай, аяққа келуің керек. Есі ояқтан кейін, нашке нан аяғы ашық тұрады машина. Үшті ашық тұрады, осы жақтан аяққа кіруің керек. Кән давай, кір шау. Тарзет қоқысы. Абайла. Аяқпен кірген. Ой, молодец. Енді анаған кіруің керексің. Нөмір? Я, осыған. Нашкемін, осында жерге кіруің керексің. Мін давай ке. Кән. Абайла. Йо, молодец. На трубалар асылыға бола бұрды. Ал енді, спокойно учи тағы да. Тартылмау трубаға. Сынып кетеді, сен шкафың. Сен үйсі жүгім. Сен тұрғылықты жегім. Жүгім кетуі болады екен ғой. Қайтып өйсіп па? Ну ладно. А төбедегі шкафтарға кірсей? Кіріп кірсей? Давай. Кірамайсың сен, қариш. Значит, уютно болып тұр ғой, қысылып қалған жоқсың ма түнде? Нормально? Нормально ма точно? Ұнады ма? Окей. Бір жоқ берейді. Охуй, секірсене қарай. Так, Әдіш, тексеріп қойықшы, не істеп жатыр екен. Ей, Әдіш? Ей, сотқы үстіру өзі ақта? Ақтада жоқ екен, ақта ше? Ема, ақтада жоқ екен? Ақта ше? Ой, үшет полка, ақтада шықты ма? Төбедегі шкафтарды емес па? Ақта емес па? Не ағылтсың ақты, Әдіш? Бұяқа ет қағазым ба? Ема, молодец. Ішін қысып кетті ма? Ары бері жүрсің ма? Төбедегі полкеге кіріп кетпейсің ма наған? Что там, как вещи? Нормально. Уже обед болып отыр білесің ба? Ұйқың кеп отыр ма? Абайлаш. Одан нашке жатса енді қайтады өзім орнына. Ішің пысқан шығар. Телефоннан да ішің пысқан. Болады, болды, ұтылдың, болды. Болды, сен аяғың шығып қойды сыртқа. Болды, саған 10.000 теңге де болмайды, 24.000 теңге де болмайды. Болған жоқ қой. Наоборот, сен маған бересің ана, шаш алған кезде ақшаны. Өмір. Ұтылдың, Әдіш. 24 сағат шыдай ма, достар? Осы достар, осы видео қызық болса, лайк, коммент және де подписка батырмасын басып ұмытпаңыздар. Және де достар, келесі видеолар кездескенше, әдетім маған 10.000 теңгені береді қазір. Шықсын, өзінің кошелегінен ана береді.